Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет өте жұмсақ дәмді булочка дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым және құрамы қолжетімді заттардан жасалады. Сондықтан видеоның соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Жылы суымызды, қант пен тұзымызды саламыз. Және де үстіне ашытқымызды саламыз. Осының үстіне ендігі біз 3 ас қасық ұнымызды саламыз. Ұнымызды салғаннан кейін жақсылап бір араластырып 15 минутта бөлме температурасына қойып қоямыз. Бұл бізде ашытқымыз көтерілу қажет, бетіне көпіршіктер пайда болып, сол себептен осы жылы жерге 15 минутқа жауып қоятын боламыз. Бізде ашытқымыз жақсы көтерілу үшін. Міне менде 15 минут өтті. Біздің ашытқымыз жақсы реакция берді. Көпіршіктеніп өте керемет болып көтерілді. Ендігі үстіне біз сұйық майымызды және бір дана жұмыртқамызды салғаламыз. Барлығын жақсылап араластырып жіберіп, ендігі үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды барлығын бірден салып жібермеңіздер. 2 немесе 3-ке бөле отырып салатын боламыз. Мен алдыңа електен өткізіп дайындап алдым ұнымды. Осылай жақсылап бөліп салатын боламыз. Бізде өте жұмсақ, кішкене қолға жабысып тұратын қамыршы дайын болады. Мына кішкене қолға жабысып тұр. Осының үстіне енді шамалы сұйық майымызды құйып, жақсылап бір қамырымызды илеп жіберіп, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Осы қамырымызды біз 1 сағат, 2 сағатқа бөлме температурасына жылы жерге қойып қоятын боламыз. Біздің мына қамырымыз 2-3 есе жақсы болып көтерілу қажет. Міне менде 2 сағат тұрды, өте керемет болып, жақсы болып 2-3 есе көтерілді. Қамырымыз дайын болды біздің. Енді осы қамырымызды біз бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Қаласаңыздар таразымен бөлсеңіздер де болады, барлығын бірдей қылып қаласаңыздар көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Ендігі осы қамырымызды осы ұзынша етіп, осылай жая отырып, формасын, булочкаларымыздың формасын шығаратын боламыз. Мына видеодағыдай осылай қысыңқырап шеттерін ортасынан өткізіп, ортаның жоғарғы бөлігін қайыра отырып, келесі бөлігін ортасынан шығаратын боламыз. Түрлі формада жасасаңыздар болады, өзіңіздің қалауыңызбен, әртүрлі фантазиямен жасасаңыздар болады. Және де менің видеоларым сіздерге ұнап жатқан болса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, сонда сіздер келесі жаңа шығып видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Және де комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Мына барлығында осылай жасап шығатын боламыз. Өте керемет, өте әдемі формадағы булочкаларымыз шығатын болады. Және де осы рецепттің толық нұсқасын видеоның астына описанияға қалдыратын боламын. Мұны барлығын жасап алдық. Енді осы булочкаларымыздың бетін жауып 20 минутта бөлме температурасында қойып қоятын боламыз. Шамалы көтерілу керек біздің булочкаларымыз. Мұны 20 минуттан кейін осындай өте әп-әдемі болып 2 есе көтеріледі. Енді осының үстіне 1 ас қас сүтімізбен жұмыртқаның сарысын араластырып, жақсылап осылай барлық булочкаларымызға әдемілеп жағып шығатын боламыз. Қалауынша күнжіт сепсеңіздер болады, қаласаңыздар сеппесеңіздер де болады. Енді осыны 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Мына біздің булочкаларымыз менде 25 минутта толық пісіп шықты. Өте әдемі, қызарып, керемет болып пісіп шықты. Достар, міндетті жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына міндетті түрде сенімдімін. Балдарыңызды, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Және де осы видеоның астында поделиться батырмасын басып қойып, өз достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Мұны көрдіңіздер, өте жұмсақ үлпілдек. Бұл булочканың түрлі начинкалармен жасасаңыздар да болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызбен. Баршаңызға көп рахмет. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Баршаңызға да ас болсын.